Ал қош келдіңіздер деп айтамыз. Жалпы біз енді үлкен шығармаға бет бұрып, әлемдік классикаға бет бұрғанымызға мен өте қуаныштымын. Бір жылдан асқан театрға бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Және сол үшін сізге рахмет айтқым келеді, аға. Сіздің өзіңіздің құрған театрыңыз мына үлкен сахналарға жетелеп жүргеніңізге мың алғыс. Құдай қаласа енді бұл шығармадан да көптеген үмітіміз бар. Дегенмен сізге режиссер ретінде менің алғашқы сұрағым. Неліктен дәл қазір Гамлетті сахналауды жөн көрдіңіз? Дәл осы театрға, және бұл шығарма бүгінгі қоғам үшін несімен өзекті деп ойлайсыз? Сұрақ қояды ғой Гамлет. Мынау пьеса бойынша да спектакльдің қазіргі дайындығы жүріп жатқан, ертең көрерменге шығатын мақсатында да не істеу керек мынау заманда, қазір қитұрқы заманда, жан-жақтағы соғыс, жан-жақтағы болып жатқан алаяқтық, алауыздық, осы жүріп жатқан адамдардың арасындағы тартыстардың ішінде бірін-бірі өлтіріп, бірін-бірінің тағына таласып жатқан адамдардың сәтінде осы Гамлеттің сұрағы. Бұл жас адамның қиналатыны, жас жігіттің өзінің отаны үшін, өзінің ел үшін намысы, оның бүкіл несін барлығы осылардың аузында. Не деп айтады? Мас күнем болдық дейді, иә? Шығысқа да, батысқа да масқарамыз, солай ма? Бүкіл әлемге масқара болдық дейді. Көрдіңіздер ме? Қоғам, ол кеше ғана мынау ашылды ғой, Эпштейн деген. Эпштейн ашылған кезде не болды? Бүкіл әлемнің басшылары, жаңағы осындай принцтер, мыналар енді сол патшаның балалары ғой, ханзадалары. Ақиқат ашылды. Ақиқат ашылған кезде солардың не істегендері айтылды. Қоғам қайда түсіп кеткенін, жексұрын қылықтарын жасағанын, соның барлығын мына кісі шыңғырып айтады. Гамлет, мына екі жігітке бердім. Біреуі Бауыржан, біреуі өзіміздің Ерасыл. Енді Ерасылдың кішкене өзінің тәжірибесі бар, Лилді ойнаған, ол дипломный спектакльмен сонымен келді, осында көрсетті. Бауыржанда ондай тәжірибе жоқ, бірақ дегенмен де бұлардың екеуінің де замандас осы бір айтатын ойы бар ғой деп ойладым. Солай ма? Мен солай деп ойлаймын. Сондықтан осылар айтсын. Оны мен қартайған кезінде мен Гамлетті ойнап айта алмаймын ғой. Бірақ Шекспирдің бір құдіреті, мына шығармаларын бәрін оқып қарайтын болсақ, әсіресе жастар туралы Ромео Джульеттасы бар, Гамлеті бар, айтқан кезде басқа да бір дуал түнгі думан деген жақсы шығармалар бар. Бірақ солардың бәрінде ойы мына менің жасымдағы адамның ойымен сәйкес келеді. 15-16 жастағы бала мен қыздың айтатын ойына сәйкес келмейді. Оның құламалығы сонда ол осы жастардың барлығына керемет адамзат баласының толғауын, ой толғауын салған, жастардың аузына салған. Сондықтан бұларға қазір оңай емес, өйткені бұлар олай ойламайды, олай толғанбайды. Бірақ мынау тәжірибе жинақтап, өмірге көзқарастарын өзгертуі мүмкін. Бұлардың өзін жеке адам ретінде, азамат ретінде деп ойлаймын. Сондықтан бұл керек нәрсе. Бұл мына келген көрерменге де керек. Мына тұр ғой, мына ертең осылардың қатары келеді, осылардың алдындағы буын келеді. Солардың барлығы ол біздің жас буынымыз. Және өзің мөлдір, сенің буының келеді, одан асқан тағы да үлкен азаматтар келуі мүмкін, зиялы қауым келуі мүмкін да көруге. Міне соған айтқанда жастар театры қандай оймен, солай емес па? Не айтасың деп Гамлетте мысалы сұрар едім Ерасылды. Міне мен бердім, сен ойнайсың, сен қазір жеткізесің. Сен не айтасың, Ерасыл? Гамлет деген ол өте ұлы адам, ұлы жазушының шығармасы. Шындықты шырылдатып айтатын персонаж. Бірақ өзімен өзі қалған кезде ойына сан түрлі ойлар келіп, не істейін,
кек алайын ба алмайын ба деген, дұрыс па дұрыс емес па, дұрыс па дұрыс емес па деген ойға көп тоқталады. Ойын нақтылай алмай, сол бірақ ең бастысы осы қазіргі күнмен алып қарасаң да біздің мынау жастарда оны түсінеміз. Қоғамда болып жатқан шындықтың бәрін тікелей болмаса да астарлап түсіндіріп тұрған пьеса, материал. Сол Гамлет еш нәрседен қорықпайтын, сондай бір өзінің ерекшеліктері бар, ерекше тұстары бар. А мүмкін қорқатын шығар, ол айтады ғой мен, мынау кім дейді? Жын шығар дейді. Көрдің ба? Мүмкін қорқатын шығар ол. Ол қорқпайтын болса ол мықты, ол темірдің жасалған азамат болып шығады. А ол жүрексінеді да. Осының рас па, рас емес па? Қорыққан өзінде жауабын іздеп жатыр. Үрейлене жүріп да, адамдар енді адам қазір жауыз болды ғой, қасқыр болды ғой барлығы. Қасқырдан да жаман болып кетті ол. Қасқыр қайта адам ғой. Айта бер. Мен ойлаймын, сол әкесінің аруағынан ол күш алып, әкесінің аруағының арқасында ол одан бетер күшейе түсіп, ойланып, соның арқасында осылай әрекет жасап, бәрін тоқтатуға тырысып, күйден күйге ауысып жатқан себебі де сол деп ойлаймын. Шындықты білгеннен кейін, әкесінің інісі оны әкесін өлтіргеннен кейін, ол шындықты білгеннен кейін барынша айтып, түсіндіріп, таза, өте адал адам деп түсіндім оқыған кезде. Мен өткенде Румынияда, сөзің аузында, мынау Ереван театрының, армяндардың астанасының, сол жерде Сурен деген режиссермен таныстық. Қазір енді байланыстамыз. Солды айтады да, мен Гамлетті қойдым деді. Кеше мен Фейсбуктағы парақшасын қарасам, Гамлет хаус деген, ол жерде айтқан маған, хаус ретінде қойдым. Ол мынау дүниенің барлығы быт-шыт болып кеткен, сол хаус деген не? Кеше барлығы тәртіпті, дұрыс барлығы болған кезде қазір не бар? Жаманшылықтың да, жақсылықтың да түгел барлығы қайсы жақсы, қайсы жаман. Міне сол қағиданы, сол күре тамырды іздеген болу керек деп ойлаймын. Көргем жоқ, бірақ енді хаус деген соң сондай ой келді да. Ал кеше МХАТ, Москвадағы театрдың атақты Чехов атындағы МХАТтың сахнасында Юрий Борисов ойнады деді. Оны көрсетті, кейбір нелерін көрдіңдер, көрген шығарсыңдар мүмкін. Оның аяғына жаңағы роликовый коньки киіп алып, соныменен фольгамен өзін-өзі орап алып жүргені, қоғамға қандай протест ол? Мысалы, кеше Вьетнаммен соғысқан кезде американдықтардың жастары хиппи деген қозғалыс жасаған. Олар шаштарын өсіріп, нелерін бәрін жыртып, қазір мынау кейде біздің жастар жыртық-жыртық джинсилар киіп жүреді ғой. Содан қалған 70-ші жылдардағы қозғалыстан қалған мода ғой. Ол да бір протест, да, протест. Мына жерде де протест жасаған шығар жаңағы Андрей Гончаров деген жігіттің қоғамға қазіргі болып атқан соғыстарға ма білмеймін. Оның подтекстінде не жатыр? Көзімен көрмегеннен кейін біз оны айта алмаймыз. Тағы да мынау кеше түнде қарап отырсаң, тағы да Гамлетті қойған шетелдің режиссерлері бар екен. Олардың да мынау не жаңа көшпелі театр келді ғой? Иә, Гамлетке. Не дейсіңдер? Иә, есекке мініп келді. Сөйтіп не болды? Сайқымазақтар барлығы. Сонда олар сол театрда жайып жіберіп, енді Гамлетті сол жерде ойнаймыз деген. Соның ішінде, театрдың ішінде театр ойнаймыз деп шешкен екен. Көбінесе мына жерде Шекспирде, ол анау Король Лирде де бар, мынау Гамлетте де, кешегі Ромео Джульетта да, сонан кейін тағы да шығармаларында бұл театрдың ішіндегі театрды ойната береді. Сонан кейін бәріміз жақсы көретін, қазақтың театрлары жақсы көретін «Укрощение строптивой»
асауға тұсау. Асауға тұсауда да сондай тәсілдер бар. Дуалы түнгі думанда да сол. Яғни Шекспир сол театрдың ішінде театрды қозғайды. Енді мына жерде бір ерекшелік бар. Ол не ерекшелік бізде, балалар? Мен қосқан, ол мен режиссер ретінде қосқан, ол авторда жоқ ол. Ерекшелік бұл жерде Құран. Қандай? Құран. Құран болғанда, Құран ғой, бірақ ол дінін өзгертуге ұмтылып отыр. Солай ма? Біз солай трактовка жасап жатырмыз. Қарсысыңдар ма, қабылдайсыңдар ма? Қабылдаймыз. Қалай ойлайсың сен, бауыржан? Осымыз қалай болады? Ертең біз қалай ақтап шыға аламыз ба? Шығуға қалай мүмкіндік бар ма? Ойландыңдар ма? Бұл неге маған режиссер осылай қып осыны ұсынды? Енді сіз айтқандай дінде ең соңғы кітап бұл Құран сөзі ғой. Иә. Құран сөзінде барлығы дұрыс жазылған. Құран неге шақырады адамды? Шындыққа шақырады. Тазалыққа шақырады. Түсіністір ме? Тазалыққа шақырады. Таза өмір сүруге. Гамлет не айтады? Өлмек пе, қалмақ па? Ендігі сауал екідай. Ары қарай? Өмір өлім арпалыс. Арпалыс. Анан кейін? Татар дәмім таусылды деп бас ембе тағдырға дейді. Иә. Сосын Егерде татар дәмім таусылды деп бас есең тағдырға, сен жеңілдің ғой. Солай емес па? Ол не дейді сонан кейін? әлде мынау қасіретті селімен жан шыққанша жағаласып бұзбасам ба бұлардың істерін дейді. Міне, жан шыққанша жағаласып. Жан шыққанша жағаласып қоғамның ішіндегі болып атқан кесапат, кеселдердің барлығына. Сол үшін бізге кім керек? Мынау Құран сөзі керек. Қай сөзді оқып атсыз? Құран сөзі Фатиха ықылас. Жоқ. Не оқып атсыз дейді Полония? Сөз, Құран сөзі. Сөз. Құран сөз. Мен Құран деген сөзді қостым. О да жоқ енді ол Шекспирде. Бірақ маған осы сәт керек болды сендер арқылы. Қазір біз Құранға жүгінсек, жаман боласыңдар ма? Жоқ. Жаман болмайды ғой адам баласы егерде сондай. Рас қой, солай емес пе Мөлдір? Солай емес пе Бауыржан? Солай емес пе Ерасыл? Біз соны айтамыз да, бірақ көбінесе істемей қаламыз. Сондықтан мына жерде сендер қазір ойнағанда соны жеткізіңдер. Мысалы, сен екеуің екі түрлі трактовкаң бар, маған ұнайтыны екеуің екі бағыттың өздерің бөлек, өздерің көзқарастарың. Мен қателескен жоқ екенмін деп өзім сырттай бақылап отырып шешемін. Жүрек ең бастысы. Сонда жүрек не болу керек? Таза. Таза болу керек. Адал. Адалдықты іздеген. Адалдық туралы сөйлесейін десе, адалдық туралы айта алмайды бұлардың. Барлығы адал емес қой, кеп тұрғанның өзі адалдық емес, солай ма? Ол сендердің қатарларың, өзінің қатарын кеп тұрған кезде, олар жауап бере алмай тұр, кібіртіктейді. Неге? Өйткені арқасында кім тұр? Билік тұр. Билік тұр. Билік қазіргі уақытта сені алам десе алады, қалаймын десе қалайды, қаламаймын десе лақтырып тастап түбіңе жетеді. Сен де екеуіңді басында не деп әкелді? Жынды. Жынды. Неге жынды? Өйткені не деді? Басқа дінді қабылдаған. Дін бұзылды дейді. Діні бұзылды. Айттым ғой жаңағы қазір ағылшынның принці Чарльз беді, сол кісі мұсылман дінін қабылдадым деп отырсыншы не болар екен Англияң. Бүкіл қоғамы мына жерде отырғанның барлығы не дер еді? Мынау жынданған. Есі дұрыс па? Біз католикпіз, біз осындай. Ол жоқ енді анау Шекспирде бұл жазылмаған. Оны мен қазір әдейі қосып отырмын. Өйткені Құран сөзі қасиетті сөз, соңғы кітап адам баласына берілген. Егерде біз осы қағидаға Библиясында бұлар лақтырды, тағы не дәлгі?
Талмудында, Жүзімдікі бар. иә, яғни өздерінің жазылған христиан дініне бойынша жазылған нәрсесінің барлығында. Кеше ана бір жігітті отырды, христиан дінінің алып келген Иисустан сұрайтын едім дейді да, не үшін өлдің сен? Егер де біз өзгермейтін болсақ дейді да. Мына жерде де сұрақ болады енді. Не үшін байқұс өлді? Өлді ғой аяғында, өлді. Оны өлейін деген өлген жоқ, оны өлтіріп кетті. Солай ма? Не дейді Клавдий? Мен сені жек көрем. Неге жек көреді ол? Өткен ащы шындықты айтқаннан. Ащы шындықты айтсақ, ешкім жақтырмайды. Сол сияқты сендер де соның бетіне айттыңдар ғой, осы жерде айтасыңдар. Тфу! Лағнет. Қанды балақ қатын құмар. Зақы. Алдамшы да арамза да бұралқы. Кім айта алады сөйтіп? Қазір айтшы барып басшыларыңа. Не деп айтасың қазір сен? Содан кейін айтады, мынау жынды дейді. Мынау көзін құртыңдар дейді. Ол былай, Асқар Тоқпанов деген аталарың. Мирзаян деген кейін атылып кетті, халық жауы болып. Бірінші секретарь Мәскеуде Қазақстанның басқарып барған делегациясының енді бірінші секретарь ғой, Қазақстанның бірінші секретары. Соған кірдім дейді ғой. Москвада оқып жүргеннен кейін ақша жетпейді, қиын жағдай, стипендиясы, жетім бала. Бірақ оқуға түскен Сахновскийге, жаңағы Станиславскийдің шәкіртіне, режиссураға. Сол Мирзаянның алдына кірген ғой, жатқан гостиницасы ма, соған барып. Содан кейін сол жерде айтқан. Ол жерде енді қазақтың жаңа нелері бар. Басшы, зиялы қауым, мәдениетке жауап беретіндер. Солардың көзінше жаңа Мирзаянның алдында сөйтіп сөйлеп айттым. Мен жас қазақтың баласымын. Мен осы жерде оқып жатқанда осындай жағдайым болмай, осылай, түгендеп бәрін бүге шігесіне шейін ашып берген ғой, айтып. Содан кейін жарайды деп шығарып салған, бұл кетеді. Содан кейін ана шақырып алып айтады. Ей, ана бала кім дейді? Ол осында ма дейді? Иә дейді. Ол баланы кішкене несін басайық. Кеудесін басу керек, сондықтан оны сіздер қолданып дұрыстап жолға салыңдар дейді. Сол кезде бұл аналар не істейді біздің мәдениет басшылары? Бұны алады да, бұны Балқаш жаққа қарай жер аударып жібереді Мәскеуден. Оқудан шығарып, академический бергізіп, ана жаққа жібереді. Кейін түсіндім дейді. Сен керексің Балқашта адам театр өнерін, соны дамытуға, өнерді дамытуға деп. Сөйтсем, олар мені жынды деп қабылдаған екен дейді. Сөйтіп жынды деп қабылдап, апарып бір жыл бойы оқытпай, міне, сен де келді жынды деді. Неге жынды? Ол кімнен шықты ол сөз? Полоний. Полонийдің қасындағы қоғамға мынандай таза адам керек емес. Солай ма, Мөлдір? Міне, сондықтан бұл адами тұрғыдан қарағанда тазалыққа сендер соны көрсетсеңдер, балалар. Ең бастысы ғой, Гамлетті ойнап жатсыңдар қазір. Азамат ретінде көзқарастарың мықты болу керек. Актер азамат ретінде ше. Мен соған ұмтылам сендермен бірге. Міне біз кеше Жанан үйдің Антигонасын ойнадық. Кеше біз Демовскийдің Электрасын ойнадық. Әлемдік драматургия, әлемдік шығармалардың несі. Енді мынау Гамлет, үлкен шың, үлкен белес театр үшін. Баяғыда мен Жамбыл театрында істеп жүргенде бір директор болады. Ол айтады, біздің қазаққа Шекспир керек па дейді. Иә, егер де Шекспирді қазаққа жақындатып жанына түсінетіндей қылып жеткізбесек, Шекспир керек емес. Болды талай спектакль. Осы Мөлдірлер көрді ғой көзменен. Орысыда, Қазағыда, осы Шымкентте қойылған екі Гамлет бар, болған. Ал мынау Гамлет ерекше болу керек деп ойлаймын. Қалай деп ойлайсың балам? Сен менің ұлымсың. Да? Актер ретінде осында жұмысқа алғанда, менің мақсатым осы сен
қатарларың осы. Осы театрдың ішінде Гамлетті қойғанда кім ойнайды деген кезде саған және саған өзімнің ойым түсті. Да, басқасында қоюға болатын шығар, бірақ режиссердің бір дұрысы соны адамды іздейді ғой. Сондықтан іздеп келген тапқан адамдарым ғой деп ойлаймын мен сендерді. Сондықтан жаным қысылмаңдар, қиналмаңдар. Егер де біз бұл тақырыпқа бармасақ, бұл образдарды жасамасақ, онда біз актерлық шеберлігімізді шыңдай алмаймыз. Шыңдалған кезде барып, біз өсеміз, өркендейміз. Сол үшін мен сендерді Гамлет қылдым. Мүмкін ертең ол ертең Ричард қайналар. Мүмкін басқа да әлемдік мықты шығармаларға айналар. Керек. Сендерге керек, біріншіден, ол театрға керек. Үшіншіден, біздің көрерменіміз сендердің жан дүниелеріңді түсіну керек. Сендер қазақтың баласысыңдар. Қазақтың, сендер ағылшынды ойнай алмайсыңдар, ағылшын бола алмайсыңдар. Солай емес па? Болмаса жаңа Дат патшасының, Данияның азаматы бола алмайсың. Сен өзіңнің азаматтығыңды, өзіңнің көзқарасыңды, қазақтың көзқарасын. Осы өмірге деген қазіргі уақытта Гамлет арқылы. Гамлеттің несіне? Ойына, сөзіне, солай ма? Жүгіне отырып, сол толғаудан. Жол жоқ. Егер де біз алып қалсақ болады сені, тірі. Драматургияда бәрін бірін өлтіреді, сонымен трагедия ғой. Ал Гамлетті өлтірмей алып қалсақ та болады ғой, деуге болады. Бірақ ол күресетін адамы жоқ болып қалады ғой. Бір жағынан анау жібермейді, көрінді, жек көрем, өліп бара жатып та, ол айтып бара жатыр соны. Ал Полоний деген жантықтар, жантық қой Полоний. Ол жантықтар өлмейді некен? Ол зұлымдық. Адам зұлымдығы. Жақсы, жалпы сіз айтып отырсыз ғой, егер бұл театрда Гамлет болмаса, сіз бұл қойылымды шығарманы алмайтын едіңіз. Бұл ойлаймын актерлар үшін үлкен бақыт, мәртебе деп. Оны бағалай білесіздер деген ойдамын. Жалпы аға, екі геройға бір сұрақтан қойсам. Ерасыл, сеніңше осы Гамлет ол жеке адамның трагедиясы ма, әлде тұтас қоғамның қасіреті ма? Қалай ойлайсың? Меніңше Гамлет тұтас қоғамның қасіреті. Неге? Өйткені бұл жерде бір ғана мәселе емес, бірнеше мәселе қозғалып тұр. Жаңағы билік пен халықтың түсініспеушілігі, енді біздің қоғамдағы институциясына келетін болсақ, нәпсі құмарлық, мұнда адам өлімі болып жатыр 2 ай бұрын. 2 ай аз деген уақыттың ішінде нәпсі құмарлығын қайтадан жасап жүрген Клавдийдің ісі, сол секілді өзінің анасының ісі, барлығы бірге қозғалып тұрғандықтан қоғамның қасіреті деп ойлаймын. Осы сөзді алғанда, негізі біздің шариғатымызға дәл тұспа тұс келеді. Бізде өткен қалай шариғатта? Ол 2 айда айтты. 2 ай өтпей жатып, қайтадан тұрмыс құрып. Басқасына, інісіне. Тойлап жатыр. Ол өлді ма, өлмеді ма шаруа жоқ. Кеше осы туралы да бір 40 күндік туралы әңгіме интернетте қозғап жүрген бір жігіт бар екен. Сонда 40 деген сөз неден шықты дейді. 40 деген сан қаяқтан туды. Адам баласының қан тамырынан тамған тамшы ананың жатырына түскенде 40 күннен кейін барып адам баласының несіне айнала бастайды екен. Содан тағы да 40 күн өткеннен кейін ол адам баласының түгел тұлғасына ақындап жол ашылады екен. Сөйтіп 40 күн келіп 9 айда қанша күн болады 40 күннен? 361 жылға келіп қалады ғой. 280 күннің ішінде адам баласы қалыптасып дүниеге келеді дейді. Сонда 40 деген циклмен кетеді екен. Содан кейін 40 күннен кейін біз шілде қанасын жасаймыз. Міне сол процесс, ол табиғи, ол мына Нобель сыйлығын алған. Осы жаңа өзің сенің сұрағынан ғой, біздің
адам баласы біз қандай. Сонда Құранда жазылып тұр екен, мен оқымаппын дейді ана ғалым айтады. Құранда жазылып тұр екен, мен адам баласын 3 қабат терінің сол астына сақтадым, содан ол өніп өсті, өнді. Ол 3 қабат деген әйел жатырының қабаты шу екен. Көрдіңіз ба? Соның ішіне салған кезде адам баласы дүниеге келеді екен. Мынау сол кісі соны оқығаннан кейін Нобель сыйлығын соны дәлелдеп Нобель сыйлығын алған ғой. Құранды мен баяғыда оқысам, мен баяғыда алатын екем. Құранды оқығаннан кейін келіп отыр. Сондықтан Құран сендер үшін де жаңалық болу керек. Ол тек қана мына қазір сіздер аяттарын ғана оқып отырсыңдар ғой, бірақ Құранның өзін қарап шығыңыздар. Неден жаралған адам баласы, неге жаралған? Жалпы адам баласы дүниеге келгенде де қырқынан шығу, дүниеден өткенде де сол қырқын күту. Басымен аяғын қарайтын болсақ, енді Бауыржан, саған сұрақ қойыншы, егер бүгінгі заманда Гамлет өмір сүрсе, ол қандай адам болар еді? Қазіргі ой санасымен ба? Осы қазір айтып жүрген. Дәл қазір. Бар болатын еді, жоқ болатын еді деп ойлаймын. Аяқ қалай, өзі шынайы, өз-өзімен енді шынайы күресіп, барғанша жетеді дегенге сенбеймін, бірақ та өзі үшін ол өлімге кетсе де жеткендей болады деп сенемін. Бауыржан Момышұлы сол заманның, сол уақыттың Гамлет ол. Өйткені оны ешкім қабылдаған жоқ. Қоғамда келген кезде де қабылдаған жоқ. Ол түгел соғысып, тазарып, бүкіл барлығын жаулап, қырып, жаудың кім екенін ажыратып келген адам, бірақ келген кезде қоғамда жаулар, жаңа полониялардың қаптап жүргенін көргеннен кейін ол кісі не айтарын да білмей қалған кездері болған. Сондықтан жаңағыдай сұрақ айтады да, өз тілінен қашқан, өз тілінен безген азаматтардың, және осы отыр ортамызда деп жаңағыдай шығып сөйлеген ғой ол кісі. Сонда оны жақтыра ма? Жақтыра ма? Жақтырмайды. Тазалыққа қарай жүгінеді. Тазалыққа. Ол енді Құранды оқыған жоқ деп айта алмаймын. Құранды оқыған. Ол Библияның да бәрінде білетін адам. Өйткені ол орысшада, қазақшада екі тілде сайрап жазған. Тек қана сайрап емес, жазған. Сонда орыс тілінде ол жазған кезде бір сөзді бір сөзге қайталанбайды екен. Міне оның шеберлігі осында да, жан дүниесі, табиғаты. Сол сияқты ол Гамлет сол кездегі. Сол қазірде Гамлет ол, мысалы, соны айтатын болсақ. Сондықтан мен ойлаймын, Гамлет ол Бауыржан Момышұлы. Ол Иранғайып. Мен ана ішінде қостым ғой Иранғайыптың сөзін, Қорқыттағы. Ол Қорқытты бүкіл оқысаңдар пьесаны, Иранғайыптың өзі туралы жазылған. Сондықтан ол Гамлет, Иранғайып деген. Ондай жазушы, драматург, ақын өте сирек. Сондықтан оның қабыса кетті мына жерге. Мына жердегі монологқа қабыса кетті. Көрдің ба? Ол Махамбет те сондай Гамлет. Көрдің ба? Чапқылап жүріп, қырылысып. Абайда Гамлет. Сондықтан ол Гамлет деген бұл жалпы адам баласының барлығын түйсігін бір жерге жинақтайтын, және оның ішінде біздің өзім қазағымыздың түгел барлық жазушы ақындары кеше жырлаған, сырланған, кеше қырылған, қырып тастаған. Өзіміз ғой қырып тастаған оны. Сол Гамлеттер. Сондықтан әділеттік іздеген нәрсе ғой бұл. Жалпы негізі сіздің ойыңыз мынандай деп ойлап отырмын мен. Қай заманда болса да әділдік үшін күрескен адамның барлығы негізі Гамлет деп есептелініп тұр ғой. Әділетсіз заманда әділдік іздеген адамдар қашанда қоғам үшін қажет емес адамдар болады. Сондықтан да ол тұлғалар сонысымен тұлға болып қалады. Дұрыс айтасыз. Абай да соның ішінде, мынау біздің қазақ театрын көтерген Шанин де оның ішінде, ол әрқайсымыздың ішімізде бар. Сондықтан да адам баласы, жалпы әсіресе жастар, мен не істеп жүрмін, мен кіммін, қоғам үшін не
істедім деп өзіне сұрақ қоюмен есеп беру арқылы өседі және тұлға болып қалыптасады деймін. Егер сіздер солай өздеріңізді шыңдайтын болсаңыздар, сіздер тұлға болып қалыптасасыздар. Ол әр адамның өмірі өз қолында деген осыдан шығады деп ойлаймын. Енді бұл жерде аға, мен үшін тарихи сәт, неге десеңіз, жалпы театр әлемінде әке мен баланың үндестігі болуы ол өте бір ерекше дүние деп ойлаймын мен. Сирек қой. Сирек, өте сирек, иә, ол тарихта болмады емес болды дегенмен де, мысалға менің өзім актриса ретінде әкем режиссер болса, мен қалай қабылдайтын едім, әке ретінде ма, режиссер ретінде ма деген сияқты, ол мен соны біле алмай кетемін, әрине, өзімнің әкем режиссер болмаған екен. Сіз Ерасылмен алдында жұмыс жасадыңыз, біздің театрдың геройы бұл жерде Ерасыл. Енді дәл қазір сіз енді алғаш рет өзіңіздің ұлыңызбен жұмыс жасап отырсыз. Қалай өзіңіздің ұлыңызбен жұмыс жасағанда тебіреніс, толқыныс бөлек па, жоқ әлде режиссер ретінде қарайсыз ба, әлде әкелік мейірім, әкелік қаталдық басымырақ болады ма? Жоқ, менің әке өмірдегі әкедей қарайтын болсам, бұл актер болмай қалады. Мен өзімнің мамандығым, бұл менің актерім. Бұл менің ұлым, ол үйге барғанда ұлым болады. Театрдан тыс. Театрдан тыс кезеңде, үйде жатқанда, қасымда жүргенде. Ал мына жерде ол актер. Актерді мен соған, бұның неге алып отырмын? Өйткені бұның жүрек бар да. Ол кішкентай бала кезінен бастап мен бұның білем жүректерінің. Одан кейінгі кешені электрон ойнаған кезде осы жерде сол баланы ойнады ғой, атын кім еді? Арестті. Аресттің бір монологы әкесі туралы. Сол монологты оқып бір күні репетициясында жүрегі жарылардай болып, көзіне жас алып, тамағына тығылып, сонда жүрегі бар екенін көрдім. Мен жүрегім еңіреді. Азамат ретінде, әке ретінде оны тыңдап отқан кезде. Ал енді қазір мына жерде тіпті одан да терең. Бұл жерде әкесінің, жаңа мынау кім айтты ғой, Ерасыл, рух күш береді деп. Анау тұрған рух жалғыз қалмасын дейді. Біз ертең, мен өмірден өткенде де бұл жалғыз қалмайды. Мен оның төбесінен қарап тұрам. Бұл менің актерім. Ұлым актерім. Қолынан келеді деп соған сеніп. Мынау да менің ұлым, мен де актерім. Осылар мысал айналып келген кезде, ертең күні үлкен азаматқа айналу керек, ол театрдың негізін қалап, арғай дамыту керек қой. Оған мына қалған партнерлары, қасындағы әріптестері өздерінің бағытында, өздерінің шама шарқысында, бәріне бірден мынау театрдың жүгін көтеретін кейіпкерге айналу мүмкін емес. Ол жеке дара актерлардың талантына, талабына байланысты қалыптасады. Қай театр болса да, Әзірбайжан Мәди Шүмәмбетовтің әуезов театрына келгеннен кейін арқа сүйеген актерлардың барлығы қазір енді өмірден өтті, кетіп қалды. Көбісі Совет одағының сол кездегі, Кеңестер одағының халық әртістері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Әзекең соларға арқа сүйеп, ол көп емес, 7-8 ғана, 10 шақты, ары кетсе 10 шақты ғана адам болды. Сол 30, 40, 60, 80 актердің ішінде. Жүрсіз ба? Сондықтан бұл да солай ертең күні қазір біздің актерлар құрамы қалыптасып жатыр ғой. Сол қалыптасқан кезде бұлар жүкті көтеріп театрды алға тартады ғой деп сол сеніммен бар. Сондықтан мен талап етем, актер ол. Ал ұлым деп мен басынан сипай берсем, ол шықпай қалады. Солай емес па? Қашан ұрсасы дейді маған. Мен айтам, егер жақсы болып жатса, немене көрсем мен. Бағытым дұрыс болса, мен дұрыс деп айтам. Дұрыс болмаса, онда боқтай ма? Егер де мен солай қатты айтпасам, бұл ертең есін жия ма, жимай ма? Басынан сипауға болмайды. Қай актер болса да. Сенің өзіңді де билеттік қой, екі қабат кезіңде. Иә? Сол қызың қазір сені билеп жүр. Солай ма? Егер де мен зорламасам, айтпасам, бұл кісі істемейді. Аяғында істеді, тіршілік жасады. Содан ол кім болды? Изольда болды. Ол Мөлдір Зияева болды. Актриса ретінде. Кеше алатын дақпырттарын, бәрін, погондарын алып жатыр. Неге? Еңбек те барды, көзге түсті да. Егер де ойбай, тоқтай тұр, сен болмайды.
десем, бұл шығу керек қой, қарасаңдар енді, фактура қандай. Неге бұл театрға алып келдім? Өйткені осы кісімен бірге көп нәрсе өзгеріскен. Мен ойлаймын, сендер сол нәрсені түсінсеңдер, жастар. Өйткені сендерге жақын адам, және актриса ретінде де түсіне білетін, азамат ретінде де түсіне білетін адам. Сондықтан менің баламмен бақытты жұмыс жасауым, бақытты сәттер, қайталанбас сәттер. Сондықтан осы екі баланың да ертең жолы ашылып, үлкен биіктерге көтеріліп жатса, әлемдік фестивальдерге қатысып, көріп, ол жерден ештеңе алмай қой, бірақ көріп, қайтшы, кешегі кішкентай Тұргауышты қаласына бардық та, қаншама сәттерді қыздар, жігіттер суретке салып көрсетіп жатыр. Сол әсер қалады да. Жалпы бұл театрдың әр актер, актриса боламын деп келген әр азаматшаның негізінде сіз әрқайсысын ұлым, қызым деп көресіз, мен інім, сіңілім деп көрем. Оны жастардың бірі түсінсе, бірі түсінбейтін шығар дегенмен. Оған ренжіме. Дегенмен мен ойлаймын, енді қазір жастықпен түсінбейтін шығар, кейін уақыт келе түсінеді. Ел түсінеді, болмаса түсінбейді, сол қалпында кетеді. Ең бастысы біз өзіміздің миссиямызды атқарып жатырмыз. Ең бастысы біз адал жұмысымызды атқарып береміз. Солай емес пе, халыққа жақсы актерлық жұмыстарды сыйласаңдар, бақытты боласыңдар. Бақытты боласыңдар. Соған мен әлгі Мұқағалиді ойнадым ғой 30 жасында. Содан бір жылдар өтті енді, Таразда, Жамбылда. Содан бір Мағзұм Бақчанов деген ағамыз бар, Ақтөбеде қазір. Менің ұстазым ретінде, мықты актер енді. Қазақстанда Яган ойнаған, Яган одан артық ойнаған адам жоқ. Сол кісінің жолдастарының үйіне бардық бір. Сол кісінің жолдасының келіншегі мектеп директор екен. Содан әңгіме дастархан басында отырған кезде. Мен Мұқағалиді 87 жыл ойнадым да, ол кезде үйленбеген ғой енді. Содан адам кісі айтады, сен білесің бе дейді, сенің арқаңнан менің мына жердегі 19 қызым, ұстазым жүгірді ғой дейді. 19 қызым ғашық болып сенің өнеріңе жүгірді ғой дейді. Мен қақтан білем дедім мұны. Маған келіп айтпаса. Сенің Мұқағалиыңа, сенің өнеріңе ғашық болған 19 осы жерде келіншектер қазір енді бәрі дейді. Мен айтым, сол кезде айтпадыңыз ба, қазір неге айтып отырсыз дедім да, әзілдеп. Міне актердің арқасында соған табынатын, соның өнеріне бас иетін сенің көрермендерің бол. Ол қыз бола ма, ол жігіт бола ма, ол әйел бола ма, ол апа бола ма, мәселе онда емес. Бірақ сенің көрерменің. Ол барлығы бірдей емес. Бірақ енді 19 келіншектің ғашық болғанына мен өзім тәнті болып қалдым сол жерде біріншіден. Өнерім бекер емес екен да, жасаған деп. Сол сияқты өнерім. Өткенде мына балама жазыпты. Мына жерде ойнайсыз ба, Түркістанға келгенде ма? Іздепті. Ол танымайды өзі. Бір көрермен қыздар іздепті. Актер үшін бақытты сәттер сол. Актердің да, одан басқа бақыт не? Сондықтан іздесін сендерді балаларым. Іздеп таппасын, тапса да соның қасында жүргенде мас болып қалмаңдар. Бақыттан мас болып қалмаңдар. Дұрыс қой, жалпы актерға өзімізде де болды. Ән арнайды, сыйлығын алып келеді, сенің портретіңді салады. Мен үшін үлкен әдемі сәттер оның барлығын. Мен де актриса ретінде сақтадым. Үйде өзімде тұр, арнайы альбом арнағандарым бар. Гүлін әкеледі, хат жазады, ең қызығы осы дүниелер. Және көрермен жасталғамайды. Расында да кішкентай бүлдіршіннен бастап, анау үлкен 90 жасқа дейін сенің өнеріңе ғашық болады. Ең бастысы сіздердің өздеріңіз емес, сіздердің өнерлеріңізге ғашық болып, соған театрға келіп жатса, ол үлкен қуаныш. Мен театрға кіргенде есімде Өтеуіл аға болатын, ол кезде енді марқұм қайтыс болып кетті, бізде режиссер кісі болатын. Ол кісі бүйтіп айтқан: сіздер үшін билетті арнайы алып, осы кісі ойнайтын күнге келейін деп
соған жетсеңіздер сіздер бақыттысыздар деп. Мен қатты бір 20 жасармын ғой, сонда ойыма алып өз көрерменімді табам, өз көрермен болады деп армандаған екенмін, және соған жеттім мен. Шанинде өзім актриса болғанда талай адам келіп, бір спектаклімді бірнеше рет көру мен үшін үлкен бақыт болды. Сондықтан да осы театрға да көрерменмен келіп, сіздерге де соны тілеймін. Сіздердің де көрермендеріңіз бар, іздеп келетін. Соның жолында да біз жұмыс жасап жатырмыз. Егер де шынайы жүрекпен жұмыс жасайтын болсақ, бәрі келеді. Ең бастысы адал болу керек, адам болу керек. Таза, еш нәрседен қорықпай, үрікпей, осы менікі дұрыс. Айтып тұрмын ғой, бүгін болады, ертең болмайды. Ол солай. Бірақ негізі 80% дұрыс болу керек та, жұмыстың. Еңбек ету керек. Сондықтан сеніп отырмыз, елдің бәрі күтіп отыр. Солардың жүрегіне жол табу керек. Олардың жүрегі жабылып қалмау керек. Ертең барғанда мынау ма кешке шейін деп теріс қарап кетпейтіндей болу керек та. Олар сол ынтасымен, шынтасымен келіп еңбек етсеңдер. Мына жерде отырған үлкен сахна, қасиетті сахна, киелі сахна. Жантөрин деген ағаларым болған. Мәмбетов екеуі бір кезде айтысады да, әуезов театрында істеген ғой. Нұрмұхан Жантөрин, білесіңдер, кеше бейбарысты ойнаған кинода. Қайында ойнамаған рөлі жоқ қой кісінің. Содан Мәмбетов екеуі айқасып қалады. Екеуі де көзқарасы мықты ғой енді. Содан шығып кетеді. Содан жұмыссыз қалып қалады. Жақып Омаров деген менің бажам, сен өзің жақсы білесің балаларын. Түймахан тәтеңнің балалары. Сол кісінің ұстазы бір жағынан, сол кісінің жұбайы. Қараған театрында істеп жүрген кезінде режиссураны бітіріп, Қараған театрында бас режиссер болып жүрген кезде Жантөринді шақырады. Макбетті қояды да, Макбетті Жантөринге береді. Кел дейді, ойнайсыз Сейфуллин театрының сахнасында. Сонда Жантөрин келіп, сахнаның көтеріліп, сол жерде басын иіп, еденді сүйді дейді. Жантөрин еңкейіп, еденді сүйіп, қасиетті сахнам, сағындым ғой сені. Ол қаяқта болса да, Қарағанды бола ма, басқа бола ма, ол сахна қасиетті. Сондықтан сахнаны қастерлеу керек, қадірлеу керек. Осы естеріңде болсын. Ол сендерді жоғары көтереді. Мына жерде көріндір ме, биікке егерде көтерілсе, көрерменнің көзі сенің неге? Сенен көрерменнен биік тұрасың. Неге? Өйткені сенің өнерің биікте. Сондықтан өнерлерің биік болу үшін өздерің биік болуларың керек. Биік болып ол кеудесін қағып, мансапқорлық, басқа дейді ғой, не дейді тағы да. Тәкаппарлық болмау керек та, кішіпейіл болған сайын түгел. Сонда қасиетті сахна, одан артық сен басып жүрген жер жоқ. Сол қасиетті сахнаға келіп жұмыс жасап жатсыңдар. Соны қадірлеңдер, қастерлеңдер. Осы театрдың негізін қалап ары қарай дамытамыз деген ниетті жұмыс жасауымыз керек. Ол ашып берді, бұйрығын берді, ақшасын берді, жасап, бірақ енді ары қарай қалыптастыру ол сендердің қолдарыңда деп ойлаймын. Сондықтан Гамлет не үшін күресіп жатыр? Бұл театр бола ма, болмай ма? Қала ма, қалмай ма? Міне сол үшін біз күресуіміз керек деп ойлаймын. Сол сұрақ, Гамлеттің сұрағы театрға келіп тіреледі. Сондықтан бақытты болыңдар. Бақытты қалай боласыңдар? Қашан сезінесіңдер көрерменнің шапалағын, жанын, жүрегін, дүрсілін. Өйткені өзіңнің жүрегіңді дүрсілін қоссаң. Келістік па?
Сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Осы отырғанымыздың өзі, осы күннің өзі бақыт деп ойлаймын. Бекерден бекер алынған жоқ шығар, әрістің қайыры бар ғой. Тазалық деп отырмыз ғой. Қандай жағдайда болмасын, өмірде болсын, өнерде болсын, шариғаттан аспасаңыздар, негізінде әйтеуір бір нәрсеге жүгінеміз ғой, дегенмен біз мұсылман болғаннан кейін шариғаттан аспасаңыздар, негізінде барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Сондықтан да сіздерге сәттілік, бұйыртса премьерада жолыққанша. Аға, рахмет сізге. Сендерге рахмет. Сендердің бар болғандарыңа рахмет. Сіздермен бір ғасырда өмір сүргеніме 1000 мәртебе алғыс айтамын деп Рахымжан Отарбаев сахнада шығып тұрып 15 жылы бүкіл халықтың алдында басын иді. Содан кейін ол менен бір жас үлкен ғой, 60-қа келген кезде өмірден өтіп кетті. Бірақ 15 жылы сонда айтып шықты да, сіздермен бір ғасырда бірге өмір сүргеніме мен бақыттымын. Сондықтан да бір ғасырда бірге өмір сүріп жатқаныма мен бақыттымын. Рахмет, біз де бақыттымыз. Рахмет, өнердегі әкемізсіз ғой. Рахмет баршаңызға.